Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі қазақ тілі пәнінен өткен сабағымызға тоқталайық. Зат есім. Зат есім дара және күрделі болып екіге бөлінеді. Дара зат есім бір сөзден тұрады. Мысалы, қойшы, мал, түйе. Күрделі зат есім екі не одан көп сөзден тұрады. Мысалы, тасбақа, аққу, ата-ана, темір жол. Бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы 64-ші беттегі 99-ші сабақ. 70-ші жаттығу. Ертегіні тыңда. Түлкі, тасбақа және кене. Баяғыда бір түлкі, бір тасбақа және бір кене үшеуі жолдас болып келе жатады. Алдарында бір уыс тары жатыр екен. Үшеуі ойланып, мұны тұқым қылып жерге егіп, көбейтейік. Сонан кейін бөліп алайық деді. Түлкі бір жарды көріп, мен осы жарды сүйей тұрайын, болмаса құлап кетер, деп жардың астын саялап жатып алады. Тасбақа жерді тырналап, кене тарыны жиып, егіп, әлекке түседі. Сөйтіп, көп бейнет шегіп, тары біскен соң, оны орып, жинап алады. Ақ серек, көк серек кітабынан. Ал енді балалар, келесі бейне жазбаға назар аударайық. Тасбақа мен кенеге түлкі бір күн жолықты, қол алысып серттесіп, айнымас дос болыпты. Бір, екі, үш, достық деген ұлы күш, достығымыз мәңгіге, бірге айтамыз әнді де. Бір, екі, үш, достық деген ұлы күш, достығымыз мәңгіге, бірге айтамыз әнді де. Достық деген ұлы күш, достығымыз мәңгіге, бірге айтамыз әнді де. Бұл не қапшы? Бұл не екен өзі? Мұны мен таптым. Бұл менікі. Деді түлкі қапшықты ала сала. Енді үшеуі қапшықта не бар екенін көруге асып. Бір уыс қана тар екен ғой. Тасбақа, бәрімізден жас үлкен сенсің. Ақылың да көп. Мынаны не істейміз? Ақылының расында да көп екендігін дәлелдегісі келген тасбақа сауытына кіріп ұзақ ойланды. Бірақ онысынан түк те шықпады. Алайда кенеге керемет бір ой келді. Ал мен таптым. Тарыны жерге егіп, күзде орамыз. Астықты базарға сатып, ақшасын теңдей болып бөліп аламыз. Рас, жерге кейік, кене дұрыс айтады. Табылған ақыл. Мына жарды мен арқаммен тіреп жатпасам, құлап кетеді. Сендер еге беріңдер. Қу түлкі осылай деп жардың көлеңкесіне жайғасып алып ұйқыға кірісті. Ал енді тасбақа мен кене жұмыла жұмысқа кірісті. Тасбақа тырнақтармен жер жыртып, кене тары септі. Ыстық күнде екеуі алыстан су тасып, егін суарды. Таң атқаннан күн батқанша тынбай еңбектенген тасбақа мен кене еңбек түбі береке екендігіне сенді. Ал қу түлкі болса, жарды тіреп жатырмын деген сылтаумен
күні бойы ұйқыдан көз ашпады. Түлкінің бұл қулығы көктегі күннің де ызасын келтірді. Сондықтан да ол біресе көлеңкені қашырып, біресе араны жіберіп, түлкінің әбден мазасын қашырды. Тарт, кене, тарт. Тарт тағы да. Ыстық күнде екеуі алыстан су тасып егін суарды. Тасбақа, суды жібер! Тасбақа мен кене тарыны баптап күтіп, күн ұзақ торғайлардан қорып өсіріп шықты. Жайқалған тарыны көріп, екеуінің де көңілі толды. Жақсылап қайрап ал. Сен орасың, мен жинаймын. Жиналған астықты үшеуі ортаға алып бөлісуге келгенде, түлкі тағы да қулыққа көшті. Ой, жарайсыңдар достарым. Сіз боп, біз боп, егінімізді жиып те алдық. Ой. Тапсырма. Ертегіні әрі қарай жалғастырып көр. Жинаған өнімді қалай бөлісті деп ойлайсың? Түлкінің қылығы туралы не айтар едің? Балалар, осы 3 сұраққа өзінше ізденіп, ой толғап көріңдерші. Үй жұмысы. 71-ші жаттығу, жаңылтпашты көшіріп жаз.